Бүгінгі қонағым менің Шымкент қалалық бокс федерациясының атқарушы директоры Сейітқали Сейілбеков мырза. Қош келдіңіз. Боксер болмаса, ол бокс туралы сөйлемей қойсын деген әңгіме ғой, олардың түсінігі да. Сізге ашық сұрақ қоясыз, мен жауап беремін. Иә, ол жағынан проблема жоқ. Мақсатымыз біреуді жамандап, біреудің кемшілігін жария ету емес. Жаңа бас бапкердің алғашқы жарысы ресми ірі. Сарапшы ретінде не айтасыз? Енді бүгінгі бағамен мақтап осы Төреханды өлтіріп алған сияқтымыз да өзіміз. Әлем чемпионы болған бала Азия чемпионы бола алмай қалыптыр да. Осы жерде ұтылып қалған балалардың бәрі негізі түсінетін шығар өздері. Неден болып жатқанын ше мойындайтын шығар. Стабильно шауып тұрған бала Сабыржан Аққалықов. Негізі ең бірінші бокстың жаттықтырушылардың жағдайын жасау керек сияқты маған. Бапкерлердің еңбегі өте орасан зор. Үйлерінде жатқызады, соңында жүреді, үйдің бетін көрмейді. Мырзағай негізі онша нәрсеге ашулана бермейді, дауыс көтере бермейді. Бірақ сол сағындыққа келген кезде әйтеуір жан шығады. Істемей қойса, до конца істемей кетеді ғой. Арамызда бір пікір бар, шынымен бір қатты көтеріп қойған жоқпыз ба, $100,000. Олимпиада чемпионы болған, Бекзатты аямаған қазақ Махмұтты, Төреханды, Санжарды аямайды. Атақ дәрежелеріне қарап сыйласатын сияқты. Балалар бір аш емес, бір тоқ болып кеткен жоқ па деген сияқты бір ойлар бар. Жақсы танымаймын ол жігітті. Бірақ тәртібіне көңілім толмайды. Мырзағали ағайдың тұсында ондай нәрсе мүлде болмаған. Бірінші кезекте тәртіп болған. Енді білмеймін, мен көріп тұрған мен үшін кемшілігі комментарий көп оқиды екен негізі. Балдар ше. Қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз тағы да бокс туралы әңгімелесеміз. Азия чемпионатын қорытындылаймыз және қазақ боксындағы көптеген мәселелер талқылайтын боламыз. Бүгінгі қонағым менің Шымкент қалалық бокс федерациясының атқарушы директоры Сейітқали Сейілбеков мырза. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сейітқали, сізге ұзақ уақыттан бері өзім хабарласып, сіздің пікірлеріңізді бокс туралы осы подкастқа шығарғым келіп жүрген. Өйткені қазір енді бізде бокста көбіне бірыңғай, бір жақты пікір болып кетті ғой. Ал енді өзіндік бір ерекше пікір айтатын, ерекше ой айтатын, керек жерінде жақсы сын айтатын адамдар жетіспей жатыр қазір. Шыны керек, мен бапкерлерден пікір ала алмай жүрмін қазір. Өйткені бұрындары Дамир Буданбеков айтып беретін, ол кісі де қазір көп қолым тимейді деп қашқақтайды. Нұрлан аға Ағырбековке звонсам, ол кісі тіпті ренжіп қалды, мен айтпаймын пікір деп. Енді осы қазақ боксындағы мықты деген бапкерлердің бәрін түгендеп шыққан шығарым, осы боксқа қатысты бір объективті пікір алайын деп. Әрине тек мақтау немесе жатып алып жамандау емес, бір ортасын айтатын адам таппай жүрмін әлі де. Журналистер әрине айтады, мен бұл жерде спорт журналистерін бөліп айтамын, оларға сөзім жоқ енді. Жалпы, бүгін ғана Азия біріншілігі аяқталды. Неше күн бойы бітпестей көрінген, күніне бір боксшымыз шығып, көпшілігі ширек финалдан бастады жарысты дегендей. 4 алтын, бірінші құрам және жаңа бас бапкердің алғашқы жарысы ресми ірі. Енді бұған дейін кішігірім турнирлер болды. Өзіңіз енді сарапшы ретінде не айтасыз? Біріншіден ассалаумағалейкум. Рахмет шақырғаныңызға, сабыр болып осынша уақыт күткеніңізге. Енді Азия чемпионатын айтатын болсақ, осы Нұржан ағайымыз тағайындалғаннан кейінгі бірінші Азия чемпионаты деп айтайықшы. Ерлер 4 алтын, қыздар 2 алтын, командалық есепте бірінші орын. Жалпы нәтиже жаман емес, жақсы. Енді әрқайсы боксшыларымызға тоқталып өтетін болсақ, құрамның 50 килограмм салмақ дәрежесінде Санжар Ташкенбай бірінші ойда ұшып кетті. Екінші 55 өзіміздің Шымкент қаласының намысын қорғап жүрген бауырымыз, ініміз, мақтан тұтар боксшымыз Сабырхан Махмұт қола жүлдегер болды. Жартылай финалда сүрінді. 60-та Асылқұлов Оразбек әңгіме жоқ чемпион болды. 65-те Ертуған, енді Ертуғанның тағдыры қайталанды десек болатын шығар. Енді сондай өзі білмеймін, енді сынағы ғой, енді әрқайсының өзіне жеке басының, бірақ осы менің өзім ойым, Ертуғанды сала бермей ауыстырып та көру керек беттеймін да кейде. Ертуған салып жатыр, енді болмайтын болғасын басқасын да көру керек сияқты. Менің жеке ойым, Ертуған жаман бала емес. Ол өзін мойындатып қойған, өзінің салмақ дәрежесінде Қазақстанда орны бар боксшы. Жақсы ұратын боксшы. Жеңген боксмен де өз намыс қой. Қазақтың жігіті ғой. Одан кейін 70 килограммда жасында жарқылдаған атышулы Төреханымыз, Құдай қаласа, үміт күтіп отыр ғой ел енді.
енді бүгінгі бағамен мақтап осы Төреханды өлтіріп алған сияқтымыз да өзіміз. Ана қазақта бар ғой, адамды өлтіргің келсе мақта дейді ғой. Енді барлық мақтау мадақ Аллахқа тән ғой. Енді көп СМИ болсын, айналасындағылар болсын, өзіміздің жерлестер болсын, қатты чудо күтті да ол баладан. Өйткені ол бокстың енді сыртқы рингте ғана көріп жүр ғой, оның ішкі жағынан жаттығуын, режимін жеке бапкер ғана біледі ғой. Енді ол баланы қақа дейін шаба алатын. Жаман емес, жақсы, бірақ халық айтатындай мақтауға әлі ондай мақтауға лайықты бір жоғары дәрежедегі боксшы болып атқан жоқ та әлі өседі ол бала. Әлі ертелеу. Оны пісіру керек. Оны бет көтеріп алды да міне Азияда. Әлем чемпионы болған бала Азия чемпионы бола алмай қалып тұр да. Ол да негізі өзіне де удар болады ол. Соққы болды. Егер психологиялық тұрғыдан жақсы дайын болса, енді жігіт қой тұрып кетеді. Ол болмайтын сынаққа сынбайды деп ойлаймын. Бапкері бар, Ілияс ағайымыз Құдай қаласа. Сол Тәтөш Кәжеге тағы тоқталып өтеміз. Сосын 75 килограммда қазіргі өз дәуірінде тұрақты түрде нәтиже көрсетіп келе жатқан боксшы деп айтатын едім. Единственный Сабыржан Аққалықов ше, жалғыз өзі. Мен соңғы осы құрамдағы тұрақты түрде өзінің бірде былай бірде болмай стабильный шауып тұрған бала. Сабыржан Аққалықов чемпион болды. Негізі кешегі Ибадағы, Дубайдағы да әлем чемпионы болып тұрған бала ғой енді. Жаңағы саясат жеңіп кетті деп. Хабибтар шешіп кетті деп. Хабибтар, дактар шешіп кетті деп. Сөйтіп келді ғой енді. Бірақ финалист тоже ауыз толтырып айтатын нәтиже ғой, әлем чемпионатының финалисті. Одан кейін 80 бізде Ерасыл Жақпеков тоже жаңағы Ертуған сияқты Ерасыл Жақпековті апара берді. Қайта. Мен де ойлаймын ауыстыру керек ол баланы да уже. 85 енді Нұрбек Олимпиададан кейін өзім ойлаймын ағайда өзі де көңіл толатындай формасына келе алмай жүрді да ол бала. Енді міне сол Олимпиададан кейін, демалыстан кейін салмағын турлап ауыстырды 85-ке. Енді бейімделіп бүгін міне Азия чемпионы болып отыр ғой, Құдай қаласа. Жақсы, Нұрбек мінезі бар жігіттер ғой. Айбек, Нұрбек губка сияқты ше, негізі губканың қазақшасы болады. Бір нәрсені айтасың, өзіне қабылдап сорып алады да, қағып алады. Сондай қабілет бар екеуіне. Өзіне керек нәрсесін олар жібермейді. Көшеде болсын, спортта, рингте болсын, алып алады өздерін, бермейді ешкімге. Мен сол мінездеріне ризамын ол балалардың. Одан кейін 90-да Сағындық Тоғанбай. Енді Сағындық бауырымыз туралы айтатын болсақ, бағы келмей жатыр ма сол баланың? Әлде бір жаттықтырушы ауысты ғой енді. Соның бір-біріне кілтін табылмай жатыр ма? Жақсы екеуі ше, бір-бірін білмеймін мен. Оның енді неден екен, бірақ Сағындық Тоғанбай мықты, өте мықты боксшы. IQ, аяқта жүрісі, жалпы қазақ боксының классигі ғой былайша айтқанда. Бірақ тоқтап қалатыны бар. Бір істемей қойса, до конца істемей кетеді ғой. Бір чудо істеп, екінші раундта оянып, қосып, ұтылып тұрған жерінен ұтып алу деген нәрсе жетіспейді ғой олар. Жетіспей жүр. Азия ойындарында да сондай болған. Азия ойындарында ол керемет жеңіске жетіп келді. Сол Азия ойындарында жеңілген Қытайды жеңді ма кеше? Сол кезде де үйсіп жеңетін бала еді ғой мысалы. Обязательно жеңілу керек емес қой біреу жеңу үшін. Сол жерде де ағайлардың айтқанын істесе, Мырзағай негізі онша нәрсеге ашулана бермейді, дауыс көтере бермейді. Бірақ сол Сағындыққа келген кезде әйтеуір жан шығады, дауыс шығады, айқайлайды. Одан кейін аса ауыр салмақта чемпионымыз Оралбай Айбек, капитан команды. Айбек, Нұрбек, бұл екеуі жаңағыдайға айттым ғой, өздеріне керегін. Өзінің аса ауыр салмақта неге қабілеті жетіп тұр? Мысалы, ол қазір бойымен, массамен, немесе күшпен, физикалық күшпен талмайтын көріп тұр ол өзінің данныймен. Соған қарап жылдамдығын, жаңағыдай, мінезін,
сол өзінің істеп жатқан, істей алатын нәрсесін жақсылап шыңдады да тез бейімделіп кетті аса ауыр салмаққа негізі. Тренері, бапкері, ағам Асқар Еркебаев жақсы араласамыз, аға бауыр болып өмірде де. Пікір алмасып тұрамыз осы бокс туралы, балдар туралы сұраймын. Сол кезде мен түсінгенім, Асекеңмен сөйлесе отырып, Асекеңе де оңай емес негізі мына балдарды кішкентайынан қатар ұстап жүру, одан кейін жасөспірімдер арасында звезда болар. Олимпиада чемпионы болды Айбек. Айбек. Жастар арасында да екеуі жақсы нәтижелер. Сол бала кезден звезда болып келе жатқан, былайша айтқанда балдарды былай кет қалмай әрлі-берлі сөзге еріп кетпей дейсіз. Иә, сөзге еріп кетпей, болмаса саласын ауыстырып кетпей бірден кәсіпкерлікке или басқа салаларға соны тілін тауып екеуін ұстап жүрген Асқар ағайымызға рахмет айту керек сияқты осы жерде. Негізі ода үшеу еді. Мен таңғалатын, кайф қой деймін да саған Қазақстан. 3 баласын апарады, Сағындық Тоғанбай, 2 Оралбай, үшеуінде чемпион болып қайтады мысалы. Не деген нәтиже. Бір бапкер 3 баламен барып тұр, үшеуі де чемпион болып тұр. Рахат емес па? Сондай балдар еді. Кейіннен Сағындық енді өздерінің шешкен мәселесі ғой, бапкер ауыстырды. Қазір Мырзағали Айтжанов ағайымыздың қолында тәрбиесін алып жатыр. Енді Құдай қаласа алдағы уақытта да Сағындықтан үлкен үмітіміз бар. Негізі жақсы нәтижелер көрсетеді деп ойлаймын. Ол бала. Сол енді Азия чемпионатының дайындығында біз енді Шымкенттің тұрғыны болғасын Алматы оқу жаттығу базасында өтті. Оны барып көрдіңіздер. Бірлескен жаттығу жиыны. Бірлескен оқу жаттығу жиыны 5 мемлекеттен келген. Сол жерде сосын оқу жаттығу жиын соңында жолдастық кездесумен аяқталды сбор. Сол 3 күндік спаррингтің екеуіне бардым. Қалай екен? Енді жарыстағыдай барын салмайды. Барын салмайды біріншіден балдар. Арасында бір-екі уақыт Махмұт барын салып ойнады, Нұрбек ойнады. Қалғандары бәрібір спарринг жолдастық кездесу сияқты болып өтеді екен. Жарыстан бөлек бәрібір. Өрде енді өздерінде әр боксшының өзінің тактикасы ғой, қыр-сырларын көрсетпеу керек, барынша ашылмау керек деген сияқты өздерінің ағайларынан тапсырма бола ма? Енді ол жағы бізге белгісіз. Көзбен көргеніміз балдар жақсы оқу жаттығу жиын істеп, тыңғылықты дайындалып, бүкіл мүмкіншілік жасап беріп қойған ғой үкімет бар, федерация. Басқа боксқа жағдай жасалған дейсіз ғой. Иә. Не айту, өтініш айту, жалоб айту күнә сияқты бокстың үкіметке, федерацияға қолдау артығымен болып отыр. Алла разы болсын ол кісілерге, жаңа басында отырған федерацияның, үкіметтің, спорт министрлігінің жақсы көңіл бөлініп қадағалап отыр. Ұлттық құраманы бір айтып өткесін, жалпы мен Шымкенттің боксын айтайын да, өзіме қатысты. Міндетті түрде, осы Шымкенттің боксы. Одан кейін қазіргі бір ескертетін жайт, барлық айтып жатқан нәрсем, мен өз ойым субъективті, оны ол сондай екен, бір жерде жазулы екен деген әңгіме емес. Менің жеке ойым, пікірім, сізге ашық сұрақ қоясыз, мен жауап беремін. Иә, ол жағына проблема жоқ. Мақсатымыз біреуді жамандап, біреудің кемшілігін жария ету емес. Барымызды бұл сіздің эксперт ретінде пікіріңіз. Әркімнің өз пікірін айтуға ренжіп жүрмесін деп жатқаным ғой, барлығымен жақсымыз айтайық. Осы Азия чемпионатында Төреханды айтып жатыр ғой, енді шынымен бір көп мақтап жібердік па деген сияқты ойлар айтылды. Ал Махмұтқа қатысты не айтасыз? Мен негізі Махмұтқа осы Азия чемпионатының ауыр болатынын білдім да. Өйткені біріншіден отбасылық өміріне байланысты оған көп хейт кетті әлеуметтік желілерде. Әсіресе Threads'та Махмұтты ред флаг дегендер көбейіп кетті. Оның бәрі оңай емес қой. Ол қанша жерден комментарий оқымайын, қанша жерден әлеуметтік желіден өзімді оқшаулаймын десең де, ол мүмкін емес нәрсе, ол адамға әсер етеді бәрібір. Сол оқиғасы бар. Одан бөлек өзін содан кейін ол өзін екі есе дәлелдегісі келеді ғой бәрібір. Оның үстіне Ливерпульден әлем чемпионы болып оралды. Бұл содан кейінгі бір үлкен жарысы ғой, сол атақты жеңіп алғаннан кейінгі. Сондықтан Махмұтқа психологиялық жағынан да мен оңай болмайтын өзім былай білдім енді. Осы Азия біріншілігін бірінден өзбек боксшысымен бастады ғой. Енді Махмұт кішкене білмеймін, әлі жинақтала қоймағандай көрінді маған. Сіз қалай ойлайсыз? Енді Махмұтқа не себеп болды деп ойлайсыз? Махмұт бауырымыз негізі бүкіл ұлттық құрама боксшыларының
енді білмеймін, мен көріп тұрған мен үшін кемшілігі комментарий көп оқиды екен негізі балдар ше. Ол комментарий, мен өзім әлеуметтік желіге қатты кіре бермеймін, жаңа ред флаг деп отқан, мен көзбен көргенім жоқ Махмұт туралы жазғанын, айтқанын, оқығаным жоқ. Бірақ ол болды, мен көргесін айтып отырмын. Иә, дұрыс. Дұрыс, біз отпайтын болғасын көрмедік қой деп отқаным ғой. Енді ол әсер етуі әбден мүмкін. Мысалы Санжарды TikTokта отырады деп көп жазады. Кеше Санжар жеңілгенде барлығы TikTokта отырмай дайындалу керек еді деген пікірлер өте көп кетті мысалға ше. О балдар әрқайсысы әртүрлі ғой енді баланың. Бірақ осы жерде ұтылып қалған балдардың бәрі негізі түсінетін шығар өздері. Неден болып отқанын ше мойындайтын шығар. Егер мойындаса, олар осы қателіктерін жөндейді. Егер ондай емес екенін мойындамаса, осы кеткен ғой осылай. Одан кейін Санжардың ұтылып қалғаны Нұржан ағайымызға сын болды да, кішкене. Сынақ болды, бас бапкер өзінің жеке шәкірті. Мүмкін Нұржан ағайымыз ұлттық құрамаға командаға көңіл бөлеміз деп жеке шәкіртіне уақыт бөле алмай қалған шығар. Біз білмейміз ғой. Сол енді Санжарды мен жеке олай өзімен қатты араласым жоқ, жақсы танымаймын ол жігітті. Бірақ тәртібіне көңілім толмайды, жасыратын дым жоқ. Енді ол жеке бапкері бар, өзінің ата-анасы бар, өзі бар, өзінің ойланатын шығар. Уақыт келе, егер дұрыс түсінсе, соны қабылдай алса, жаңағыдай сынақтарды ол түзеліп кетеді. Егер жаңағыдай комментарийді көтере алмай, сондай болып отқан жағдай болса, олар осылай артқа кетеді. Сол Махмұттың жағдайы. Махмұттың жағдайы енді білмеймін мен, бірақ оның отбасының жағдайына біз енді кірмей-ақ қойық. Ол араласпаймыз, ол жеке мәселесі. Жеке мәселесі өзінің. Өзі солай дұрыс деп санаса, енді өзі солай шешті. Ол жақтың психологиялық әсер етуі мүмкін шығар. Өйткені Махмұт та жаңағыдай жасөспірім кезінен чемпион болып қалған бала. Жеңіліп көрмеген, жеңілісті жақсы көре бермейді кәдімгідей. Тренировкада да, спаррингте де, жолдастық кездесуде де ол жарыстағыдай ойнайды. Ол баланы жасөспірім кезінен көріп келе жатырық. Ол аямайды. Тәтөшті талай жылатқан, өздерінің залынан шыққан Бейбарыс Пернебек деген өзінен кішкентай жігіт аямайды шықайсын. Бұл бокс үйрен. Зато соның арқасында Махмұттан таяқ жеп, міне Төрехан шығып жатыр. Артынан сол залдан неше Ілияс ағайымыздың шәкірттері шығып жатыр. Соның бәрі Махмұтқа қарап өскен балалар ғой сол. Соның Махмұттың сіңірген еңбегін бағалауымыз керек, қадірлеуіміз керек. Ел мерейіміз үстем етті, қуантты жанкүйерлерді. Шымкентке абырой әкелді. Бір үйден 2 чемпион шығарып. Әсер етіп, содан болу мүмкін. Одан кейін Махмұттың кешегі боксы бар формасында емес сияқты маған. Баяғы Махмұт жоқ. Оның себебі не екенін енді білмеймін, оның жеке бапкері өзі білетін болмаса. Бірақ баяғыда әлем чемпионатындағыдай формада емес бала. Менің өзім жеке пікірім. Жалпы Махмұтты негізі команданың бір жүрегі деп айтатындарды естеймін, ұлттық құраманың. Өйткені ол көпшілігіне көмектесіп, бәрін қуантып, туған күндерімен құттықтап балаларды. Ақкөңіл жігіт, алтын бала ғой. Қолындағысын кеше де пайғаз беріп жатыр Динаға, бір үлкен сома берген сияқты. Сол 1-0 жаңылысып кетті ау. Қалжыңдаймын. Махмұт алтын бала ғой, алтын бала. Махмұт кішкентай кезінен өте тәртіпті, көп сөйлемейді. Өмірде рингтегідей қатыгез емес. Бір ауыз сөзбен айтқан кезде Махмұт. Рингте бірақ басқа бала. Махмұтқа қатысты бір оқиға есіме түсіп тұр. 2023 жылы Ташкентте өткен әлем чемпионатын мен сол жартқа барғам. Сол кезде бүкіл енді сол 4 алтын болды ғой. Енді бәрі жаңағы Асланбекте көп сөзге жоқ, шамалы сөйтіп кетіп қалады. Санжарда 1-2 ауыздан басқа айтпайды, кетіп қалады. Нұрбек те асығып тұрды, ең көсіліп сөйлеп, бәріне жауап беріп, бүкіл жанкүйермен суретке түсіп,
сол жерден кеткісі келмей тұрған Махмұт қана болды. Вот сол адамгершілік болмай немене енді. Иә, сол бәрі болады ғой. Бәрі болғаннан кейін әпше тағы да сұхбат берейін ба сізге дейді. Иә, кел екеуміз тағы сұхбаттасайық деп. Тағы да сұхбаттасып, сол кезде мен папамды туған күнімен құттықтап беріп телефоннан сондай бір ақкөңіл жігіт та негізі енді Махмұтқа. Алтын бала ғой. Иә. Енді кеше мынадай пікір естідім. Тағы да бір белгілі бокс бапкері Мұхтар Бердімбетов деген кісі Жамбыл облысының сол пікір беріп былай айтты. Енді 55 келіде Олимпиадаға дейін Махмұт пен Сәкен арасында тартыс жүреді деді. Осыған қосыласыз ба? Әрине қосыламын. Былтырғы Сәкеннің болғанда да бұрынғы тартыстан өзгерек болайын деп тұр ғой бұл жолы. Сәкен де Махмұт та кішкентай кезінен боксын көріп, мінездерін жалпы көріп жүрміз ғой. Бокста бірге бокстасты, екеуі де бокстасып бір-бірімен. Сәкен баяғы Сәкен жоқ. Семейде мысалы, енді Шымкентте тұрады. Көрдік қой Қазақстанға қалай дайындап. Сәкен Қазақстанға 35-40% дайындықпен барды. Мен өзімше. Ол негізі қатысу ойында болмаған чемпионат Қазақстанға. Сосын ол уақыт жақындаған кезде бапкері бар, басшылық тарапы бар өзінің. Қатыс деп тапсырма қойған, мақсат қойған. Сосын Сәкен ел намысы үшін Түркістан облысының намысын қорғап чемпион атанды. Соның өзінде, сол дайындығы толық болмағанның өзінде көрдіңіздер. Сәкен нокдаун берді. Біреуді нокаут отырғызды удармен. Алдында ондай Сәкенде ондай ударлар жоқтығын. Сәкен пигіне барды да бір орында тұрып қалды да, сосын бәріміз айтатынбыз, кішкене жаңалық істей былай разнообразие қоссайық, заман дамып жатыр. Өзің туған ағаң да бар. Енді Мырзағали ағайды енді құрметтейміз, бағалаймыз, өте мықты бапкер ағайымыз. Но Миматалы жеке бапкерінен де бөлек тағы бапкерлермен көрсейші дедік та. Мен өзім айттым, физикалық былай көш разнообразие. Профи көр, кішкене демалсайшы на любителден деп. Сөйтіп 1-2 жыл кішкене демалып, масса қосып, Құдай қаласа келейін деп тұр ғой ол. 55 кім бар деп. Мен келдім деп. Ішкі дайындығы мықты болып жүр деп ойлаймын Сәкеннің дәл қазір. Қазір Алматыда тұрып, осында дайындалып жатыр ау деймін. Иә, осында. Сол Сәкеннен үлкен бокс күтеміз. Ал енді Махмұт Құдай сақтап, қорғап қойсын, ол бала ешқашан, еш жерде елдің намысын беріп қойған бала емес. Одан кейін ешқандай соперниктен ұтылса да тайжып қалған емес. Кез келген әлемдік деңгейдегі боксшымен тең дәрежеде ойнау көрсетіп бере алады. Құдай қаласа жас, оның үстінен дәл қазір Сәкеннен жасы да бар. Екеуі 5-6 жасау айырмасы. Қателеспесем, иә. Олдар ойнайды деп ойлаймын. Енді көрейік. Қызық болайын деп. Шаршалаң көрсетеді. Иә, қызық болайын деп тұр. Екеуі де мықты дайындықпен, жаңағыдай психологиялық, физикалық барлық тұрғыдан дайын келсе, шаршалаңда бокс қызық болайын деп тұр. Мықтысы жеңсін. Енді мен өзім бөліп жарғанын ұнатпаймын. Бөліп жарамайды. Екеуі де қазақтың батырлары. Екеуі қазақтың батырлары, екеуі де оңтүстіктің тумасы, өзіміз жақтың балалары. Бірақ бәсекелес болған дұрыс қой. Бәсекелес болған жерде нәтиже болады. Мысалы, алдындағы Олимпиадада қалай таласты екеуі Токиода. Сол бәсекелестіктен шыққан Сәкен медаль берді. Керек болса енді чемпион болуға да мүмкіндік бар. Бәрі көрді анан жартылай финалдағы бойды. Бәсекелестік болған жерде жақсы болады. Махмұтты егер бабында жаңағыдай басқа отбасылық інісі бар бокстап жүрген, оның бәрібір назарын алады Махмұттың. Сондай жақтармен дұрыстап дайындықпен келсе, жұмыс істесе, екеуінде де теңдей жеңу шанс. Бір үйден екі адамның спортшы болғанның бір қиындығын маған Марина Седнева айтқан. Нұрғожа Қайпановтың әйелі, Маринаның өзі де күреседі, күйеуі де күреседі ғой. Сонда Марина айтқан, мен Нұрғожа екеуміз бір күнге түсіп қалсақ жарысымыз дейді, екеуі де бірге қатар жүріп жатады. Көбіне әйелдермен еркін күрес бастап кете береді ғой бірге. Мен күресім жүрмейді дейді. Мен Нұрғожаны ойлап, ойымның бәрі сол жолдасы не болады екен деп
соған кетіп қаламын дейді да, мен уже арғай күресім жүрмей қалады дейді. Сол сияқты Махмұт пен Төрехан да бір-біріне мықты жанкүйер болып отырады ғой. Кешегі Ливерпульдағы әлем чемпионатында айтты, өзім чемпион болсам да інім болмайынша бір сезіне алмадым өзімді деп. Қуана алмадым. Мүмкін бұл да психологиялық тұрғыдан кішкене әрине әсер етеді, өте қатты әсер етеді. Одан кейін екеуі де қойш дей салатын балалар емес. Не істесе де жан тәнімен, шын жүректен кірісіп істейді. Жаңағыдай жанкүйер болған кезде де ертең өзім шығам ғой, маған қатты қуануға, қатты ашулануға болмайды деп бүйтіп отырып қарап отыратын балдар емес. Жаңағыдай бар мінездерін салып, шын жүректен айқайлап, ақ көңіл барын салып, бір-біріне жанкүйер болады. Ол жағда әсер етеді енді. Көреміз уақыттың еншісінде ғой, мықтысы жеңсін. Ол бәсекелестік болған жерде, ар жақта шетелде, әлем чемпионаты, олимпиадада нәтиже медаль болады, Құдай қаласа. Айта кетейік, Шымкенттің боксшылары ғой екеуі де. Сөйтіп бір журналистермен, бір тағы да бір федерация өкілдерімен отқанда бір қалжыңдаған, бізге басқа бір федерацияның өкілдерінің бокстағы мамандарға, шымкенттіктерге қарап қалжыңдаған бар. Сіздер потолок қойып тастадыңыздар ғой, планканы қатты көтеріп тастадыңыздар. Махмұт пен Төрехан келіп пәтерді де, көлікті де, нөмірді де өлтіріп бердіңіздер. Біз енді оған жете алмай жатырық. Шымкентті бәрі бізге үлгі қылып жатыр, сендер қатты кетіп қалдыңдар деп айтып жатыр да. Жалпы осы тұрғыда енді мынадай сөз бар. Мен қазақ балаларының берілгеніне, осы спортшыларға берілсе екен, осыларға жағдай жасалса екен деп жүретін адаммын. Әйтпесе кішкентай балаларға мысалы елдің намысын артып қойып отырмыз. Махмұт Төрехандардың сол бокспен залдан басқа өмірлер өтіп жатыр ғой сол жерде, сол қазақтың намысы үшін деп та. Сондықтан не берсе де жарасады әрине. Бірақ қазір енді біздің арамызда бір пікір бар, шынымен бір қатты көтеріп қойған жоқпыз ба, $100,000 балалар бір аш емес, бір тоқ болып кеткен жоқ па деген сияқты бір ойлар бар. Оны жанкүйерлер де жазып жатады, оны өзара журналистер де әңгіме қыламыз. Енді сіз не айтасыз? Ақырысқан қазақта айтады, біткен іске сыншы көп. Ол берсе де әңгіме қылады, бермесе де әңгіме қылады. Бірақ сіздің бұл сұрағыңыздың ар жағында енді балаларды жеке тоқмейілсіп кетпейді. Ары қарай нәтижесіне соған айттыңыз келіп тұр ғой. Енді мен де енді қызғанбаймыз. Құдай көп көрмесін, дұрыс еңбегіне лайықтысын әрқайсысы өз ризық несібесін алып жатыр, марапатын алып жатыр, жаңағы қошеметін алып жатыр. Одан да бөлек кәсіпкер ағаларымыз бар қолдап жүретін. Жаман емес жалпы жағдайлары ұлттық құрама боксшыларының. Енді менің ойым, бұл жерде мен өзім білмеймін, заң тұрғысынан ба боксшыларымызды бір 20-30% айлығын ұстап қалса деген сияқты да, шот карьера бітеді, сосын береді, шотында тұра береді, айлығын жарата береді өзінің қажетіне, 30% жинала береді. Сондай бір нәрсе ма, сөйтіп бүйтіп азайтпасаңыздар, оны азаймайды ол. Қошемет, жаңағыдай марапат, Құдай сақтасын, көп болмаса ол азаймайды. Енді одан бұзылып кетіп жатқан да бар шығар. Бірақ содан жағдай жасап, одан да жақсы бокстасып кетіп жатқан боксерлар да бар да, оны да жоқ деуге болмайды. Сіз қазақ боксшыларын мынандай тоқ деп айта алмайсыз ба сонда? Тоқ деп, аш деп айта алмаймын. Аш деп айта. Тоқтары көп ұзамай өз орындарын тауып кетеді ғой, өмір өзі реттеп қояды ғой. Оларда алдарында неше түрлі ағалары өтті. 20 жасында олимпиада чемпионы болған, Бекзатты аямаған қазақ Махмұтты, Төреханды, Санжарды аямайды негізі, шындықты айтқанда. Көтерсе көтер жүреміз, түсірсек ұрып тастаймыз дейсіз ғой. Не істесек те до конца істейміз ғой біз қазақ. Соны білетін шығар өздері. Енді біреуінің бір артық қылығын немесе бір беймезгіл уақыттарда бір жерлерде ол спортшылар жүрмейтін жерлерде кездес қап, ұстап қап, көріп қап, ондай жерім жоқ. Бірақ балдардың жағдайы жақсы. Сол жағдай жасап беріп атқанына лайықты талап аз болып отқан сияқты негізі. Ол беруін бере берсін. Бірақ мына жақта оларға деген қойылатын талап, мысалы идеология бізде вообще оны жоққа құрамада. Мен баяғыда нәтижесі онша
қатты әлемдік дәрежедегі болмаса да жасы үлкен болса, қандай әлем чемпионы болсын, ол боксшыны сыйлайды. Аға деп кейінге келген жас боксшылар. Қазір сыйламайды, бетмен кеткен деп айтамаймын, бірақ үлкен кішіден кішіге қарап сыйласқаннан атақ дәрежелеріне қарап сыйласатын сияқты маған. Ол бар нәрсе. Қазіргі ұлттық құрама мүмкін заманның талабы ма, білмедім енді. Бірақ Мырзағали ағайдың тұсында ондай нәрсе мүлде болмаған. Бірінші кезекте тәртіп болған. Кейін балдарының босап кеткенде, жаттығуларынан да, жарыстардан да көріп жүрміз ғой. Былай рингтен сыртта адамдармен қарым қатынасында да сыртынан көріп жүрміз ғой. Меніңше қазір ұлттық құрамада шынымен де сіз айтқандай атақ дәреженің басымдық болып тұрғаны бар. Және осы кезде мына сөз есіме түсіп тұр. Әйгілі сэр Алекс Фергюсон дейтін бапкер бар ғой, футбол бапкері. Менің сүйікті Манчестер Юнайтедті неше жыл басқарған аңыз адам. Соның кітабында жазған сөзі бар. Ол енді тіпті миллиардер футболшылармен жұмыс істеді, қол астында бір миллиардер кілең футболшыларды білесіз ғой, қандай екен. Ондай адамдарды басқару өте қиын ғой. Біздің қазіргі ұлттық құрамадағы жаңа $100,000 алып жатқан боксшылардың өзін қазір игеру оңай емес. Ал ондай әлемдік деңгейдегі футболшыларды басқару оңай емес қой. Сонда Фергюсонның қатал талабы болған екен. Манчестер Юнайтедтен командадан бірде-бір адам жоғары тұрса, онда біз команда ретінде құрамыз деп. Яғни адам жоғары тұрмау керек клубтан, қандай да ойыншы болсаң да деген. Сол сияқты ұлттық құрама деңгейінен өзін мүмкін бөлек алып кеткен жағдайда осындай бір құлдыраулар болатын шығар. Негізі бір енді үлкенді ол ата қазақ баяғыдан келатқан нәрсе ғой бізге. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Бір араларына бір тәртіп секторын ба сайлап қою керек сияқты да арасында. Әбілхан Аманқұл сияқты ма бір. Әбілхан Аманқұл қайда жүр екен қазір? Мысы жоғары осында елде, Жамбылда. Ол туралы айтамыз. Сол Әбілхан сияқты ма бір қазақы намысқой жаңағыдай балдарға үйтіңдер деп туралығын айтып отыратын, кішілерге жаңағыдай көрсететін, бағдары беріп отыратын, жаңағыдай бүйт асқақтап кетіп жатса көп ұзатпай шалқасынан түсіріп қойып, орнына қойып қоятын бір жексұрын болса да бір арасында бір тәртіп сектор керек сияқты біздің балаларға негізі. Менде осы идеология тұрғысынан федерацияның басқа жұмыстарына сөзім жоқ. Бәрін жағдайын жасап жатыр, оқу жаттығуларын жасап жатыр. Ешбір боксшылар сияқты жағдай Қазақстанда ешбір спортшыда жоқ деп айта аламын. Теннисшілердің сірә ақшасы көп қой өздерінің. Ал енді осы идеология тұрғысынан шынымен де федерация ақсап тұрған сияқты. Кейде бір боксшыларда, бапкерлер де бір тыңдамай кететіндей әңгімелер естігем. Сондықтан. Идеология деген дәл қазір біздің қазақта жоқ сияқты ғой. Ұлттық құраманы былай қойғанда ма? Қайдан келдік, қайда бара жатырмыз көп, өзіміз жастар жалпы орта буынды білмейтін сияқты негізі. Кімді құрметтеу керек, көп жерде оны көзіміз жасыратыным жоқ. Сол сияқты, соответственно, құрамада да сондай болып тұр ғой енді жағдай. Бірақ енді білмеймін, кім қай жерден кетіп жатыр. Мен ешкімге мін тағамаймын, жаңағы федерация болсын, үкімет тарапы, спорт министрлігі болсын. Но бірақ қолға алып, ортақ бір шешімін тауып, сондай бір нәрсе тәртібіне балдардың кіргізу керек сияқты жаңағыдай. Ол бұдан ары ушығып зиянын келтірмей тұрған кезде. Дер кезінде тоқтату керек сияқты. Енді оны қалай не білмеймін мен енді оны. Негізі мен естігем, осы күресте Алмат Кепсібаев грек-рим күресінен әлем чемпионатының 5 дүркін жүлдегері даңқты спортшымыз ғой, балуанымыз. Сол күресте Алматтың бір қарағанынан ақ тыныштала қалады деген әңгімелер енді қаншалықты рас екенін білмеймін. Ол бір Алмат ол жерде жаңағы бір үстемдік құрып тұрды деген сөз емес, сыйластық та. Алмат көп нәрсеге бір Алматтың ағалығын, ақылығын тыңдайтын көпшілігі деген әңгімелерді еститінмін. Сол сияқты мысалға Париж олимпиадасына дейін бір Асланбекті тыңдай ма деп ойлағам, енді білмедім ол жағын. Қазір енді Нұрбек капитан ретінде, Айбек капитан ретінде ықпал ете алам екен, оны да білмеймін. Бірақ шынымен де сіз айтқандай бір адам, бір тәртіп секторы қажет сияқты. Енді ол қазір әркім өзінің қара басын ойлап, сондай заман ғой. Ел үшін, жер үшін, әке-шеше үшін деп өзінің сүйікті ісін жертвовать етіп,
өзіне тиесілі нәрселерді былай қойып ел ішіне кірісіп кететін де адамдар аз болып тұр ғой. Сол үшін бір өз-өзін жерді ете алатын сол ұлттық құрама үшін, ел үшін, осы балдардың тәртібі үшін сондай бір боксшы немесе ағайма бір керек сияқты да бірдеңе. Жалпы осыған дейін аға буыннан кімдердің сөзі өтімді болды біздің спортшыларға? Осы қазір Мұхтархан аға жүр командада. Енді өтімді болмаған білмеймін. Мұхтархан ағамыз енді өзі жетістіктері біршама ауыз толтырылып айтарлықтай ғой, өзінің деңгейі, өзінің әлемдік бокста өзінің атын жазып кетті ол кісі. Енді айтуын айтады ғой кісілер, тыңдайтын құлақ болса. Оның айтуын айтады, бір айтады, тыңдамайды, екі айтады, істемейді. Сосын айту үшін да өз мазасы қашады. Сонымен қойшы дейді. Сөйтіп айтпай болған сияқты біраз үлкендеріміз негізі өзім ойым. Мырзағали ағай қаратып алып тұрып айтатын ғой, бәрін тоқтатып тұрып айтатын деді. Тәртібі мықты болды да Мырзағали ағай. Мынандай сұрақ осыған жаңа кішкене сөз көтере алмай қалу, сын көтермей қалу деген әңгіме осы бар негізі. Кімде? Жалпы боксшыларда да, бапкерлерде де. Енді бір ғана мысал айтайын сізге. Кеше осы Махмұттың өзбек боксшысынан жұдырықтасқан кезде мен Тұрсынғали Еділевтен пікір алып сайтыма жариялаған едім. Ол кісі ешқандай сын айтқан жоқ. Кәдімгі айтты, концовкамен алып қойды, жарайды деді. Молодец, концовкасымен алып қойды, 3-ші раунд шешіп кетті бәрін деп айтты. Тұрғанды ма? Махмұтты айтты. Махмұттың өзбек боксшысымен кездесуін айтты. 3-ші раунд шешіп кетті, молодец, концовкасымен алды деді. Сондай ғана пікір білдірді. Сөйтсе Ильяс Оралбеков күлген комментарий, күлген смайлик жазып кетті да сол кісінің сөзіне. Сосын мен ол кісі сынап отқан жоқ қой, турасын айтып отыр ғой деп жаздым жауап. Сөйтсем өзі әуелі шәкірт дайындап алсын да деген сияқты әңгіме айтыпты да. Ал Еділов ол мүмкін жеке шәкірті болмаған шығар. Мүмкін ол кісінің де ел ішінде жақпайтын жерлері көп шығар, бірақ десе де тарихта қалды ғой 4 қазақты олимпиада финалына шығарғанымен. Және ондай мамандардан енді пікір алмағанда кімнен сұраймыз, айтыңызшы. Енді тек Оралбеков Ілияс ағайымыз деп бүйтіп айтсақ қате болады. Жалпы боксшылар, бокс саласы біріншіден оңай спорт емес, бастарынан өте психологиялық, жаңағы медициналық тұрғыдан біраз организм зардап шегеді. Ол салада жүрген қызметшісі болсын, боксшысы болсын, директоры болсын. Өйткені оңай емес қой, жаңағыдай шаш алаңында болады, басқасы болады, жанкүйер болып отырады, жұмыстары бар. Кейде барады, жарайды, шабат деп тұрған бала бара алмай қалады. Сол одан кейін оңай болмайды біріншіден. Содан кейін ба, әлде білмеймін, жалпы негізі бокс саласындағы адамдар мойындату қиын. Мойындатқан былай тұрсын, пікір алмасу қиын, шынын айтқанда. Егер сен олардың ойындағыдай или немесе болмайтын нәрсе айтып тұрсаң, ол сен бұл тыңдамайды. Ал егер мүмкін оларға өздері ойланып жүрген сұрақты бір дәл түссең айтып отқан кезде, жаңа сын өздерінде де тауып отқан өздерінің кемшілігін, сол кезде жай бүйтіп тыңдау мүмкін да. Мен енді бәріне сын айтып, үйт деп айтудан аулақпыз. Но жанашырлық танытып, асеке мынау қалай болады, негіз былай қалсаңыз қалай болады деген сияқты. Сөйтіп жанашырлық танытып айтамыз. Енді көтере алмайтыны, сын көтере алмайтыны, сөз көтере алмайтыны ол рас. Бокстың андай шашалаңның ішіндегі ғана қысқа ойлайтын сияқты да маған негізше бокс жаңа ренжімесін ешқайсысы. Боксер болмаса, ол бокс туралы сөйлемей қойсын деген әңгіме ғой, олардың түсінігі да. Сосын мен айтамын, Ломаченконың әкесі боксер болмаған ғой, әшейін физкультурник. 2 дүркін олимпиада чемпионы жағы мысалы. Сондай мысалдар, жалпы бокс деген ол адамда ең бастысы мен ойлаймын ниетте. Қоянбаев, Нұрлан ағаларымыз айтып жүр, қазақтың өзі табиғаты кез келген салаға бейімделіп кете береді, жаңа талантты кез келген жастарын алсаң деп. Сол сияқты біз қазақ
жаңағы боксы болсын, басқа саласы болсын бейімделіп, тем более бокс біздің ұлттық спорт дәрежесіне көтеріліп кеткен. Сондықтан оларға назар да көп болады да. Неге бізді жаза береді, неге бізді айта береді. Махмұт пен Төрехан мүмкін бізді неғып тақырыптарға шығара береді деп айтатын шығар. Бокста кеше енді 2 олимпиада алтын болмады ғой. Мен өзім бокс саласына осы 2 олимпиада болмағасын намыстанып келген, осы спорт саласына, бокс саласына келген адам, осы уақытқа дейін электроэнергетика саласында жұмыс істегенмін. Сосын осы ел үшін, жер үшін осы олимпиаданың алтынына бір кішкентай ғана бір бұрышында бір еңбегім болса, мен разы болар едім деп келгем осы баста. Сол ниетіме қарай Құдай осында Бағлан Абдраимов өнер білім мектебінде бокстан бапкер болдым, әдіскер болдым 5-ші мектепте. Сосын қазір Шымкент қаласы бокс федерациясында әйтеуір қолымыздан келгенше басшылықтың тапсырмасын, боксшыларымыздың жағдайын, жұмысын жалпы боксқа сөйтіп қызмет етіп қолымыздан келгенше бір кірпіш болып қаланып отырық жұмыс істеп келе жатырмыз. Сол сияқты айтатыным, ниет тура болса адамда қазақтың алынбайтын қамал жоқ. Неге жаңағыдай тыңдап көр бірінші. Олар бастан шорт кесе салады, тыңдамай. Тыңдап фильтрден өткізіп керегіңді ал да керегіңді таста. Бірақ оларды да кейде аяп кетесің да, қайсы бірін тыңдай береді енді ол. Керек өзінің пікір сұрайтын. Әр бапкердің негізі енді рас па, өтірік па, көңілме қарай ма, білмеймін ғой, маған мотивация беріп қоя ма. Асқар Еркебаев мысалы мен кәдімгідей пікір сұрайды, жарыстағы бойларын жібереді. Не көріп тұрсың, қандай кемшілікті көріп тұрсың, қалай ойлайсың деп сұрайды да менен. Енді одан кішірейіп қалмайды, мысалы. Ол кісі қабылдайды. Еркебаев Асқар ағамыз сынды қабылдайды, егер орны болса. Бірақ енді намыс жігіт қой, сөзінен басынан сөз асырмайды. Мен айтамын сұрағанға. Одан кейін менің қаншама достарым бар, басқалар бар. Ақылдасып сұрап тұрады, но көпшілігі сын көтере алмайды. Ол жаңағыдай білмеймін енді, психолог жаңа медициналық бокстан ба, нерв жүйелері шашағанда шығар, енді содан да болар. Ол рас көтере алмайтын. Бірақ мен бір өтінетінім, бұқаралық ақпарат құралдары өзіңізден бастап боксты негізі көп талқылаймыз. Құдай өзі не нәрсені жақсы көресің, сынақты содан береді ғой. Қазақ боксты жақсы көріп еді, 2 олимпиадада алтынсыз қалдырып қойды. Сол сияқты өтінішім болатынды да, болмайтынды да жаңағыдай журналистер айта бермесе екен. Одан кейін ренжімесін жігіттер, аттарын атап түстерін түстемей қойын. Біздің федерацияның өзінде қаншама журналист жүрміз. Соның бәрі бір Назеркеден артылмайтын сияқты. Шынымды айтсам ше. Келсем. Назерке Сұлтанбектің өз ісінің маманы, жаңағыдай пиар болсын, бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс болсын, балдардың жаңағыдай контент болсын, журналистика саласына қатысты барлық шешім проблемаларды шеше алатын сияқты маған Назеркенің бір өзі. Сол одан кейін енді боксты дұрыс қой айту керек. Бәріміз бокс туралы айтып, мен риза болған бір подкастта осы олимпиададан кейін бокс көп талқыланып жатыр ғой енді. Әлем чемпионаты болып жатыр, талқыланып жатыр, аяқтан талқыланады. Қақта бокс болып кетті ғой. Мен шынымды айтсам, бокста жұмыс істемей тұрып мен боксты үзбейтін тұғым. Бүкіл жарыс, интервью, жасөспірім болсын барып отыратын. Бірақ боксқа кіргеннен кейін көрмейтін болыппын бокс. Көп болып кетті ма бокс өміріңізде? Содан или жалықтым ба, білмеймін мен. Неден екенін оны. Мен бұл жерде сізге айтайын. Бұқаралық ақпарат құралдарынан мен бір өтінішім болатынды да, болмайтынды да жаза бермесе екен. Боксқа тесе бермесе екен. Бірінші, сол жаңағыдай бәрі проблеманы ана балдардың тәртібінен көреді, бапкердің ауысқанынан көреді, тағы неден көреді дайо? Үйіндегілерден көреді, не болмаса. Әйтеуір кінәлі табады. Бірақ біреуі бокстың проблемасы не деген кезде біз боксты, негізі боксты дәрежесін көтеретін мықты, бокс мықты болу үшін боксшы мықты болу керек.
боксшы мықты болу үшін бапкер мықты болу керек. Біз бапкерлердің айлығы не болып жатыр, олардың жаңағыдай ұтып келгеннен кейін сияпат марапаттары қалай бөлініп жатыр, ол бапкерлер қалай жұмыс жасап жатыр, и жұмыс жасаған нәтижелеріне қарай лайықты марапатын алып жатыр ма, дайындаған балдарымен жақсы нәтиже көрсетіп келе жатқан, өзінің қалаған, өзінің жаңағыдай балдарын одан ары қарай өсіріп алуға оқу жаттығу жиындарына, шетелге қалаған жұмыс мықты істеп жүрген жаттықтырушы шыға алып жүр ма деген сұрақтарға тоқталмайды екенбіз да. Негізі ең бірінші бокстың менің ойым жаттықтырушылардың жағдайын жасау керек сияқты маған. Жаттықтырушылардың оңай емес жұмысы. Біреудің баласы түгілі өзіңнің балаңа бір әріпті үйретудің өзі қиын ғой. Иә, шын айтқанда. Енді сен ойлап, өзінің баласынан артық көрмесе, кем көрмейді ешқандай бапкер шәкіртін негізі. Мен сөзіңізді бөлейін, осы тұрғыда жақында естідім. Жаңа мен жақында пікір алғам бапкерім, мен ол кісінің өзінен естіген жоқпын, бірақ басқа адамдардан естідім. Ол кісі спорт мектебінің директоры екен. Сөйтіп, сол жұмыстан бас тартып, сол жаттық баласын шығару үшін, жаңа Бексұлтан Боранбек жастар арасында әлем чемпионы, қызметінен бас тартып, сол негізі бапкер ғой. Жамбыл, иә, қызметінен бас тартып, сол баланың соңынан кетіпті. Бәрі солай ғой. Болмаса нәтиже бермейтін көріп тұр ғой, біліп тұр ғой. Иә. Мысалға, Нұрлан Ағырбеков аға мысалға Әбілхан кәсіби боксқа ауысқанда қалай қиналды, тұра тұр деп қанша айтты мысалға, өйткені қанша еңбегін салды ғой былай қарасаңызшы. Енді бір Әбілханда бір асығыстау кетіп қалды ғой Токиодан кейін. Сондықтан бапкерлердің еңбегі өте орасан зор. Үйлерінде жатқызады, соңында жүреді, үйдің бетін көрмейді, соның киімін тамағына береді. Идеологияға да кіреді ғой бұл нәрсе. Біз ұстаздардың кімнің қадірі кімдер насихатталып жатыр, мысалы Еркебұлан Тоқтар сияқты байыстар насихатталып жатыр ғой. Бір осыдан бір 5-6 жыл бұрын әншілер қатты насихатталып кетті. Жұттың иттің итақай әйтеуір әншінің жегенін жеп киген кигісі келіп кетті. Қазір блогерлер. Неге сондай сияқты біз жаттықтырушылардың дәрежесін көтермейміз? Мемлекеттен бастап жаңағыдай бағдарлама көп қой, стимулдеп істейді ғой үкімет. Сол жаттықтырушының қадірін, еңбегін, соларды бағалап қадіріне жететін болсақ, жаттықтырушы, мысалы, мен атқарушы директор болып, тағы басқа да кәсіппен, басқа мен мүмкіндігім болады. Сізде мысалы журналистикадан бөлек тағы да басқа салалармен өзіңіз ризық несібе теріп жүрсін айналысасыз ғой, мысалы болады ғой, саудасы бар басқа. Ал жаттықтырушыдан басқа еш нәрсемен айналыса алмайды. Өйткені ол жаттықтырушы, ол сондай бір бәрі екі жақтан болса, ол нәтиже бермейді. Сол үшін ол бүкіл нәрсені ысырып тастайды, өзінің отбасын бәрін. Сөйтеді де ана баладан бір нәтиже шығарсам екен деп жұмыс істейді. Сол кезде ол нәтиже береді. Сол мен жаттықтырушылардың айлықтарын, мысалы біздің Шымкентте халықаралық дәрежедегі спортшы бар. Закир Сафиуллин. Иә, олимпиаданың қатысушысы, әлем чемпионы. Бізде жаттықтырушы сол кәсіп. Айлығын сұраңызшы қанша деп. 70 мың айлық алады. 70 мың айлықпен кім жұмыс істейді? Ақырысы. Сол сияқты енді берін айттым мен Закирдің. Одан бөлек қаншама ағайларымыз бар, еңбегі сіңген жаттықтырушыларымыз бар. Жаңағыдай немесе жас жаттықтырушыларымыз бар. Енді балдарын көтеріп атқан кезде мүмкіншілігі болмайды жаңағыдай оқу жаттығу жиынына, немесе сол басшылық тарапынан оң бағаламай сол күйіп кететін балдар, жаттықтырушылар бар, сосын кетеді басқа салаға, амал жоқ. Бізге ең бірінші сол жаттықтырушылардың нәтиже беріп жатқан жаттықтырушыларымызды одан ары қарап қолдап, статусын көтеру керек. Статусын көтеріп, жаңағыдай дәреже беріп, атақ беріп, білмеймін, марапат беріп, жаңағыдай үздік мұғалім деген сияқты болады ғой әйтеуір. Конкурстар, сондай сияқты жаттықтырушылардың арасында сондай бірдеңе ұйымдастырып. Мотивация керек дейсіз ғой. Мотивация керек деп ойлаймын. Әйтпесем бізге жаттықтырушыларға әңгіме жоқ қой негізі. Сондай еңбектерімен әйтеуір біз тек табалағанға құмармыз ғой, мысалы Мырзағали ағайымыз айтамын да, мысалы единственный тренер, жалғыз тренер
3 әлем чемпионын дайындаған Мырзағали Айтжанов. Одан кейін жалғыз жаттықтырушы біздің Қазақстандағы әлемнің ең үздік бапкерін 2 рет алған. Сондай атақ дәрежесіне қарамай біз табалап жатырық та ол ағайды. Ой, дұрыс болмайды деп ойлаймын мен. Мен сол Мырзағали ағаймен өзім жақсы араласып, аға деп құрмет тұтып, жақын тұтып, сондай болған үшін айтып отқан жоқпын. Жалпы айтамын да. Жалпы ол кісі Париж Олимпиадасынан кейінгі сынды қалай көтерді? Ол кісіні қанша рет сұхбатқа шақырып жүрмін, қол тимей жүр. Сол бір таңғалғаным, сол Олимпиададан кейін ол Мырзағали Айтжановқа қаншама пікірлер кетті, қаншама бүкіл кінәлады, бүкіл ауыртпаш тартып қойды. Біреуіне жауап бермеді ғой. Я бір әй деп тайт демеді ғой ешкімге. Білмеймін, мен өзім ол тектіліктің белгісі сияқты маған. Бәрін елемей өздерінің қандарын жинеген шығар ағай. Біледі ол тактик ағай, саясаткер ол мықты. Енді ол өз шешімі. Негізі жалпы ол кісі жылтыраққа, мынандай сүйемкіге құмар емес. Қазіргі заманның кейінгі шығып жатқан нәрселеріне заманауи деп айтамыз ғой, ондай подкаст, ондайларға ол кісі вообще. Әлеуметтік желіде де жоқ, Әлеуметтік желіде де жоқ. Жалпы сіз өзіңіз танисыз ғой деген, сондықтан Парижден кейінгі қиын кезеңдер, Олимпиадасынан кейінгі. Мен өзім былай ойладым, мысалы. Менің де ағам, ол маған да ой салды. Ағайдың денсаулығы қалай болады екен. Өзім шығарып салдым. Парижде ұлттық құраманы сопровождениемен аэропортқа дейін ұлттық неден Алматы оқу жаттығу базасынан спаррингтерін көрдім. Сол жерден ағаймен жақсылап қоштасып өзім шығарып салып Шымкенттің аэропортынан. Сол кезде бір ай ма, 2 ай ма болған ғой, үйім бетін көрмеген. Бүйтіп әңгімелесіп қарасақ та жоба сен. Сөйтіп келіп барған кезде нәтиже андай болып тұр да енді. Кейін ағаймен сөйлесіп, кегесін қал жағдай сұрасып, сөйтіп неткесін мен одан кейін 100% уверен болдым ағайдың сынбайтынына. Көрдім да өткен көзбен. Бұндай нәрсені ағай мыңын өткен шығар деген ой түйдім ағай қарап. Сол ағай қазір ештеңе жоқ, өзінің елінде, жерінде, Түркістан облысында өзінің жаттықтырушы қызметін атқарып келе жатыр. Әйтпесе, мысалы, сол кісіге де жаттықтырушы болып жүріп, қандай қызметтер ұсынбады емес, ұсынды. Дүркіреп тұрған, нәтижесі мықты болып тұрған кезінде, өзі ұлттық құраманың бас бапкері кезінде, ол кісі бармады. Жаттықтырушыдан кетпеді былайша айтқанда. Ол шешімінде бағалау керек, құрметтеу керек, мысалы. Бұл мен чемпион шығардым, дайындадым, жағдайым жасадым, мен былай қарай деп кетіп қала саған жоқ та. Ағай, жігіт қой ағай. Құдай қаласа әлде де шәкірттерінен Олимпиада чемпионы шығару бұйырсын ағай. Ағайдың арманы сол, ендігі мақсат өз. Содан бола өз намыстанып кетпей жүр деп ойлаймын жаттықтырушы. Оның целі, мақсаты өзінің жеке оқушысынан Олимпиада чемпионы шығару деп ойлаймын. Құдай қаласа. Осы тұрғыдан сұрағым келіп отыр, осы Мырзағали Айтжанов жаттықтырған жылдары, 2013-14 жылдары осы қазақ боксы салтанат құрып тұрды ғой әлемде. Білесіз бе, 13 жылы Азия чемпионатында 7 алтын, 14 жылы Инчхондағы Азия ойындарында 7 алтын, Антон Пинчук деген боксшыларға дейін алтын алып жүрді ғой. Дычкомыз біздің бір беткестер боксшымыз, ол да ауыр салмақта, енді қазір заман өзгереді ғой. Қазір бәр жерде бокс дамып жатыр. Көршілес Өзбекстан қалай дамып жатыр. Енді кешегі Азия чемпионатын қарап, не бүгін аяқталған. Маған ой келіп отыр да. Негізі бокстың географиясы кеңейді ғой. Біз енді тек қана өзбектерден де қауіптене бермейміз. Иордания қалай шығып жатыр, Үндістан қалай шығып жатыр. Құрлықтың өзінде бізге жақсы қарсыластар шығып жатыр деймін да. Енді біз қалай бейімделу керекпіз, қандай бағыт ұстану керекпіз? Әлемді былай қойғанда Азияның өзінен мықтылар көп. Яғни бізде де қазақ боксы мықты, біз бәрін жайпап аламыз, бәрін тек соғып аламыз деген әңгіме болмау керек қой. Негізі осыдан 5-6 жыл бұрын, 7 жыл бұрын ұлттық құраманың боксшылары бірінші, екінші, үшінші нөмірлері тең тұғын. Мысалы, қараңыз, 75 килограмм салмақ дәрежесінде Әбілхан Аманқұл бірінші нөмірлі боксшы, ол жарақат алды да Азия чемпионатына Тұрсынбай Құлахмет барды. Азия чемпионы болып келді. Сианьдағы ғой деймін. Қараңыз. Азия чемпионы болып келді да, ол
артынан барды да Жакартада болды, по-моему. Жакартада Бек Нурмагомедов 2018. Сөйтті да ол әлем чемпионатына барды одан кейін. Сол жерде қола берді. Енді қараңыз, екінші номер боксшымыз. Одан кейін 80 килограммда Бек Нурмагомедов деген бауырымыз бірінші нөмірледі. Бекзат Нұрдәулетов 2-3 болып жүретін. Бек Азияны алды ғой деймін. Я Бек чемпион Азия болды да, ол жарақатына байланысты сәл демалыс алу керек болды. Сол кезде Бекзат Нұрдәулетов барды да әлем чемпионатына барды, әлем чемпионы болды. Мысалы, одан бөлек Ерік Әлжанов деген 75 килограммның боксшысы 81-де адам болмай қалды ма, әйтеуір соны 75-тен 81-ге көтерді, ол да барды да медаль берді сол кезде мысалы. Сол кездегі ұлттық құраманың мотивациясы жоғары ма, әлде деңгейі бөлек па, білмеймін қалай айтсам болады. Қазір мысалы біздің жұлдызды боксшыларымыз көп. Иә. Бірақ бір былай қарасаңыз, екі олимпиадалық циклда алтын жоқ, бір осы буынға кеп қалып тұр да, сондай атақ. Былай қарасаң атақтар жер жарып тұр, бірақ екі олимпиадалық цикл алтын жоқ та, бүкіл ауыртпалық бір жағынан осы боксшыларға түсіп тұр. Енді оны неден болған бізге емес шығар, енді айтып осы уақытқа дейін Парижмен барып көзбен көрген жоқпын. Бірақ дегенмен де ауызбіршіліктің жоқтығынан сияқты маған. Содан болды деп ойлаймын өзім. Қазаққа өз тарихымыздан, ата-бабамыздан ауызбіршілік жетіспей келе жатқан халықпыз ғой. Сол жетіспеді деп ойлаймын. Бір Мырзағали ағайдың өзі қақа жетеді. Түсіндім. Ал енді жаңағы қарсыластарға қарай бейімделуді, мүмкін бокс бағытын өзгертуді ойлап көрдіңіз бе жалпы өзіңіз? Осы сала үшін бас қатырып жүрген адамдардың бірісіз ғой. Иә, мен енді олардың жаттығуына, оқу жаттығу жиынына өзгеріс енгізгім келеді деп айта алмаймын, но жаңағыдай идеологиялық тәртіп жағынан, жаңағыдай ойлау қабілеті жағынан, мәдениет жағынан кішкене бірдеңелер сабақтар қосу керек сияқты бізге ше. Әлемдік деңгейдегі боксшы болып тұр, бірақ интеллигент бола алмайды да біздің балалар. Мықты боксшы мойындайды әлем бәрі. Бірақ рингтің сыртында да Гена сияқты, Бақтияр Артаев ағаларымыз сияқты, Біржан Жақыпов ағаларымыз сияқты интеллигент бола алмайды ғой боксшыларымыз. Спокойно рингте де сыртында да адам ретінде де деп ойлаймын, енді білмеймін бірақ. Мүмкін осы барьерлерден өтсек, біз қайтадан бәріне соққы бере бастайтын шығармыз. Білмеймін, енді ол қазіргі енді ұлттық құрама туралы қиын ғой айту негізі. Ояққа енді біз өзгеріс заманнан кейін ондай әлеуетіміз жоқ дейсіз ғой. Иә, менде қолымда тұрған қызмет жоқ, өзгеріс енгізетін. Құзырет, аха. Құзырет жоқ. Егер сұрап жатса, қосатын едім, айтатын едім. Бізде неде осы федерацияға, Қазақстан бокс федерациясының президенті Шахмұрат Мүтәліп мырза тағайындалғаннан кейін бүкіл аймақтық федерациядан өкілдерін жинады Алматыға, бірінші жиналысымыз. Сол кезде айттық, мен өзім айттым. Спорт шебері атағы берілетін 2-3 халықаралық турнирді алып тастаған ғой қазір. Бекзат Саттархан чемпион болғанға бір-екі турнир бар өзі. Соны спорт шебері атағын алатын еді да балалар. Оны алып тастады. Соны қойып берсеңіз, одан кейін баяғыда Қазақстан бокс федерациясының кубогы деген жарыс болды. Иә. Соны қайта жаңғыртып берсеңіз деп өтініш білдірдік. Ол кісі тыңдады, барлық жаңа өңірдің әртүрлі өзінің ойларын, пікірлерін, ұсыныстарын. Соның нәтижесінде жұмыс істеді деп ойлаймын. Одан кейін мынау жарысымыз пайда болды, жаңа федерация кубогы. Иә, Шымкент жеңіске жетті ғой. Иә, Аллаға шүкір. Шымкент бірінші орын алдық. Екінші орын Астана алды, үшінші орын Қарағанды алды, Маңғыстау. Ол жерде ұлттық құрама емес, өзінің өңірінде жүрген ұлттық құрамаға ілінуде мақсат тұтып жүрген боксшыларымызға жақсы мотивация болды, жақсы деңгей болды.
менің өзіме де осы спорт саласына осы федерация атқарушы директор болып келгелі үлкен тәжірибе болды. Сол мысалы жаңағы ұтқан ақшамызды сол балдарға таратып береміз ғой енді. Солар өз ол ұлттық құрамадан олардың ұлттық құраманың балдары сияқты айлығы жоқ. Жеп жатқан нандары болмағаннан кейін сол әйтеуір өңірлік боксшыларымызға зор көмек болды. Бір серпін болды. Зор көмек болды бұл жарыс. Жақсы айтып жатқандай, сол жылдарда жаңағы буын алмасу, бірін ізін басып тұратын боксшылар болып тұрды, кәдімгі біреу жоқ болса, біреу дайын тұрады деген сияқты. Біз қазір енді супер жұлдыз, әр салмақта супер жұлдыз боксшылар тұрды. Мүмкін одан кейінгі ізін басатын адаммен арақашықтық алшақ болып кетті ма? Бәрібір мүмкін супер жұлдыз боксшыларымыздың мысы басып кетіп жатыр ма? Мысы басып кетіп жатыр ма? Сынып қалған сияқты ма дейсіз ба? Екінші нөмірлі боксшылар мүмкін. Бірақ негізі мысалы Парижге кетіп баратқанда спаррингтерді көрдім да мен. Сол кезде боларсы болды. Ешқайсысының спарринг көңілден шыққан жоқ, шынын айтқанда. Бірақ Нұрбек мұрны қанап тұрып, Тұрсынбай Құлахметтен жақсылап ұшырған төбелес болды. Екеуі кәдімгідей жақсы істеді. Ар жақтан нәтиже берді да, сол қараңызшы. Сол сияқты негізі екінші, үшінші номерлі боксшыларымызға да қатты көңіл бөлу керек сияқты. Резервке. Менде мынандай сұрақ туады, мысалы 96, 97, 98 жылдары 2 жыл жастар құрамасында Әбілхан Аманқұл 2 дүркін Қазақстан чемпионы болған. Жастар құрамасына кіргелі. Бірақ бір Азия, бір әлем чемпионатын көрмеген. Мен осындай сұрақтар қинайды негізі. Ондай мәселелер көп, бір Әбілхан емес, ол жақта ше негізі. Бізде мынандай нәрселер құртады ғой біздің қазақта. Мысалы біз өзіміздің Шымкентті айта берейік, Шымкентте енді сол аттарын атамай қойын, бокс саласына қызмет етіп жүрген, спорт саласында жиналып бір жасөспірімдер арасында Шымкент қаласының аға жаттықтырушысын ауыстыру үшін, мысалы енді нәтиже болмай қалып, артқа кетіп жатыр, ауыстыру керек. Енді оны кімді қоямыз деген кезде пәленшені қоямыз дейді, біреу айтады. Оның нәтижесіне, оның кім дайындады, қандай шәкірт шығарды, бапкер ретінде қандай нәтижелерге қол жеткізді деген сұрақ қойылмайды екен да, пікірталаста. Ол қандай жігіт? Сол жастағы ұлттық құраманың аға жаттықтырушымен қарым-қатынасы қалай? Байланыс орната ала ма? Сонымен жақсы ма? Ертең біздің Шымкенттің балдарын чемпион болмаса да тыға ма? Ұлттық құрамаға ілінбей қалса да ұлттық құраманың оқу-жаттығу жиынына шақыра ма? Кіргізе ала ма? Деген мәселені біріншіге қояды екен да. Мен соған ренжідім негізі. Енді тамыр таныстық болғанда былай ғой, мысалы. Сол орнайды да, ол жерде нәтиже сөйлемейді. Жерде қарым-қатынас, байланыс, қарым-қатынас сол шешіп кетіп тұр да, енді ол жерде ондай мәселелерді. Сол нәрсе, ол бір Шымкент емес, барлық өңірлерде солай деп ойлаймын. Үстіп өзіміз өлтіріп жатырық та боксты. Мысалы, Шымкенттің жасөспірімдер арасында аға жаттықтырушысы пәленше, ұлттық құраманікі пәленше, екеуі бір-бірін танымайды. Бірақ Шымкент келеді да, чемпионат Қазақстанда 3-4 чемпиона болады. Сонда танымайды, сол үшін ұлттық құрама Азияны апармай ма сонда? Мен соған ренжідім. Боксқа келгендегі маған удар болған нәрселер ғой. Одан кейін атын айтпай қойын, бір жерде жасөспірімдер арасында аймақтық Қазақстан болады. Сөйтіп жаңа сол возрасттың аға жаттықтырушысы келді. Сөйтіп Шымкенттен. Сонымен аймақтық Қазақстан іріктеу ғой Қазақстанға. Сосын аймақтық Қазақстанда енді ұтылып қалды да бір-екі бала. Сөйтті бір салмақта 2 бала болып тұр. Екеуі де нәтижесіне алып қарасаң Қазақстан чемпионатына қатыса алмайды. Сосын
ұлттық құраманың аға жаттықтырушысы менің досым дейді да, бір өтінішін орындай алмасам мен айттым сосын, аға, мына екеуі де Шымкенттің намысын қорғайды, нәтиже маған керек, мен Шымкент қаласындамын, сізге дос керек шығар, дұрыс түсінем, бірақ маған нәтиже керек, сізге мықты боксшы керек шығар ұлттық құрамаға, давай екеуін спарринг істетейік, мықтысы қатыссын, не проблема деген кезде менің осы сөзім қатты тиіп, ашуланып, олар бұрған толған болып, осы сөзді көтере алмай, сол мені жаман нағылды да маған өзім. Яғни аймақтық басшылардың да жаңағы ұлттық құрамамен тамыр таныстығы, байланыс орната алғаны, жақсы сөйлескені де әсер етіп тұр ғой көп боксшылар. Керек екен. Мен үшін керек емес, бірақ ол кісілерге керек екен. Балаларын былайғанда кіргізу үшін, іліндіріп жіберу үшін. Нәтиже сөйлеу керек қой, нәтиже. Мысалы, Мырзағайда нәтиже сөйлеп тұр өзіңді. Ол туралы ол өзі бөлісіп айтпаса да, істеп берген жұмыс сияқты. Сол сияқты, келді кім болса да аға жаттықтырушы қылып, елі сояқтағы басшылық тағайындады ма, сайлады ма, кел жұмыс істесейік айналайын. Кән, Шымкент құрамаңда әкел, қайсысы деп кез келгенмен істесіп кете беру керек қой. Аға жаттықтырушылар. Чемпион беріп тұр ма? Болды дейсіз ғой. Олар бітеді ғой. Планкін қойып алады да. Ше, результатқа. Аржағын өзі біледі ғой, короче. Шынын айтқанда. Біраз жерлерде сондай. Былтыр Мерей Ақшаловпен сұхбаттасқанда, қазіргі бас хатшы ғой бокс федерациясының, оның өзі айтқан, біз өзіміз бокс державасы деп айтамыз, бірақ чемпионатқа боксшы жібермейтін аймақтар да бар. Тіпті өзара аймақтық жарыстар өтпейтін жерлер де бар деп айтқан да. Соны жаңағы бокс Қазақстан кубогы бар, басқа да жарыстар бар, енді жайлап жолға қойып жатыр ғой. Жай қозғап жатыр өңірлерді. Мысалы біздің Ақтөбе, мен өзім Ақтөбе облысынан. Ақтөбеден осы соңғы 14 жылда Қазақстан чемпионы шықпапты. Соңғы 86-85 келіде әлем кубогына барып жүрген бала атын ұмытып тұрмын. Жоқ. Дәурен. Дадан басталады есімі. Төлемісов ба? Дәурен Төлемісов. Дұрыс айттыңыз. Қазір мүмкін тексеріп жібереміз. Төлемісов, тексерсеңіз. Ақтөбе дейсіз ба? Ақтөбе. Мысалы 14 жыл әлем чемпионы, Қазақстан чемпионы шықпапты, ал былай қарағанда Ақтөбе Галиб Жафаров сияқты әлем чемпионы, финалист шыққан жер ғой. Дәулет Төлемісов. Дәулет ба? Әлем чемпионын дайындаған тұңғыш қазақ бапкері, между прочим, Ақтөбеде. Әлімбек Балмағанбетов, Мысалы, бүкіл сборныйды отыршып қойып сұрасаң бар ғой, әлем чемпионын дайындаған алғашқы қазақ бапкері десең, көбісі білмейді деп ойлаймын. Неге? Өйткені біздің жаттықтырушыларымыз насихатталмайды. Жаңағы нәрсе ғой, қайтып. Жаттықтырушыларымыз ешкім танымайды. Тек сол боксшы великий болып қалады. Яғни біз қанша жерден бокс держава істесек те, бір кейбір аймақтармен ғана алып тұрмыз ғой. Енді жаңа Астана бар, Қарағанды бар, Шымкент, Түркістан бар, Жамбыл облысы бар. Ауыр екен, бірақ 14 бізде бір жыл чемпионсыз келсең, өз Шымкент қалаға келуге жылайын соңалады, аға жаттықтырушылар чемпионсыз қайтып береді. Шынымен. Шымкент қаласын мысалы рекорд чемпионсыз келіп, рекорд жаңартқан ғой жақында, оған дейін ондай болмаған бізде. Антирекорд жасады дейсіз ғой. Антирекорд жасаған. Бірақ сол аға жаттықтырушыларымыз қызмет ары қарай директорлікке неге былай өсіп кетеді екен. Өсіп кетіп жатыр, өсіп кетті. Сондай жерлерде бар мен бокстың негізі қынжылтатын нәрселер. Тура қарамайды ғой. Сіздер жақтан тауыр боксшы бар, бір сонымен бір-екі әңгімеміз аяқтайық осы, Құдай қаласа. Қазір Серік Абзал дейтін боксшы туралы көп айтып жатыр. Сол боксшы оралады, допингпен ұсталған екен, срогы бітті деп, дисквалификациясы. Ол өзі сіздер жақтың боксшысы ма? Шымкент қаласының боксшысы. Шымкент қаласының. Ол боксшы негізі қалай ұсталған? Өйткені әлеуметтік желілерді көп бақылаймын. Сол баланы тіпті төреші болып жұмыс істеп жүрген таныстарымда Серік Абзал келсе, 55-те ғой деймін ол да, 65, Серік Абзал келсе, ол жақсы көрсетеді ертең деген сияқты әңгімелер айтып. Серік Абзал, Махмұд Сабырхан,
бізде осы сәт пайдаланып айтып кетейін, одан кейін жаңа жігіттеріміздің негізі көп өздері жететін жерлеріне жетіп чемпион болғаннан кейін олар үшін еңбек еткен ағайларын, ағаларын ұмытып кетіп жатады, елемей жатады. Мысалы, Махмұт Сабырхан мен Серік Абзал Махмұт Сабырхан болуына үлкен септігін тигізген, 10 жылдық үлкен жұмыс атқарған Заңғар Қасқаев деген ағамыз бар. Біздің Шымкент қаласының боксына көп еңбек сіңірді. Сол балдар З деген әрпін айтпайды да бір жерде. Осы нәрселерде жаңа бокстың маған ұнамайтын тұстары. Одан кейін Серік Абзал туралы айтатын болсақ, Серік Абзал әлем чемпионаты, Ташкенттегі әлем чемпионатын алдын. 23 жылдың алдында. Ол ересектер арасынан шығып, Қазақстан чемпионы болып, U22-да U22 жасқа дейінгі Азия чемпионатына финалист болып, ересектерге келіп, бүкіл сықаққан боксшыларының бәрін ұтып, өнер көрсеткен мықты, талантты, жақсы боксшымыз. Дәл қазір Оралбеков Ілияс ағайдың қарамағында жаттығып жатыр. Бір қателеспесем, 1 жылдай болып қалды оның жаттық бастағанына. Істеп жүргеніне. Өте мықты боксшы, құдай қаласа қазір допингін шешілсе, бізде Қазақстан бокс федерациясының өкілдері жаңағыдай мәселесін шешіп, халықаралық ұйымдармен допинг кінә тартқан, астранит еткен ұйым бар ғой, солармен өздері қарым-қатынас жасап, хат алмасып па, шешіп берсе, мына баладан көп үміт күтуге болады. Бекзат құсап ойнайды, Бекзат Саттарханов ағамызға келеді стилі. Серік Абзалдың. Удар өзіне көп алмайды, бірақ сапалы ударлар береді. Ол қайта оралса, 65 келде кәдімгідей бәсекелестік тудырады. Бәсекелестік былай тұрсын, ол бірінші жарысында чемпион болу керек сияқты ол бала. Сондай цел қою керек, сондай мақсат, сондай тапсырма қою керек сияқты ол балаға. Өйткені оның қабілеті, алдында да бұған дейін допингке дейін жүріп өткен жолы соған лайықты деп ойлаймын. Ал осы Шымкент жаққа қарай, Шымкент жаққа осы Өзбекстан жақын ғой енді. Өзбекстан қазақтарынан ұсыныс келмей ме су туралы? Осы жақында Саят деген бала Ілиясов, Маңғыстау облысына кетті. Ол Марат аға Жакиевте жаттығып жатыр екен қазір. Біз қазір этникалық қазақтар өте көп қой Өзбекстанда бокста жүрген. Жалпы сіздерге ұсыныстар болып келіп тұра ма? Ұсыныстар деп айтуға келмейтін шығар, бірақ біздің кейбір бірен-саран ізденімпаз, еңбекқор, дұрыс па бұрыс па білмеймін, біздің қазақ жігіттері көңілін алмасын, аяғына дейін істейтін шәкірт көрмегеннен кейін қиыншылық көрген, сол жақтан негізі жағдай біздікіндей мәз емес қой, жақта жасыратын жоқ. Сол жағдай жоқ болып тұрып, жағдайым жасайым деп боксшы болады ғой аяқтағылар. Сосын олар аяғына дейін баруға тура келеді. Олда басқа жол болмайды оларда. Мысалы Руслан Абдуллаевты ең бірінші менің досым, бауырым, қазір жаттықтырушы Сақып Мұса деген бауырымыз бірінші барып көрген, сияқтан көріп, тренермен сөйлескен. Одан кейін Ілияс ағайға келген, Ілияс ағайдың үйінде жатып жүрді, дайындады. Сосын ол ауылына қайтты. Келісе алмады ма білмеймін, не болған. Жалпы Қазақстанда бұл бокстаспайтын болып кетті. Бірақ сол бала әлем чемпионы болды. Ондай ұсыныс түспейді, бірақ барып жаңағыдай қазақтың мықты, талантты боксшыларын, қандас бауырларымызды алып келуге болады. Алып келіп жатыр ғой, Маңғыстау. Бізде Шымкентке білмеймін, оны келеді, келмейтін. Бізде аттарын атамай қойын, жастар, жасөспірім арасында бері қарап өткізіп алып дайындап келе жатқан балаларымыз бар. Ересекке келіп қалды ол балалар. Яғни дайын емес, өздеріңіз кішкентай кезінен алып. Просто ол жақта идеология бөлек қой, бәрібір. Ойлау бөлек, жағдай андай боласың. Біздікінде емес қой. Қазіргі кішкентай балалардан, қазіргі жастардан жаттықтырушыларға баяғыдан қарағанда қиын болып отқан сияқты нәтиже беру, жақсы бала табу, жас бала табу, аш бала табу дейсіз ғой. Аш бала табу,
Жалпы осы қазақ боксында өздері бағасын ала алмай кеткен боксшы кім сіз үшін? Өзінің көрсететін деңгейін көрсете алмай кеткен кім деп ойлайсыз? Мүмкін неше түрлі жағдайлар болған шығар өмірінде. Бізде өз өңірімізде Алмазбек Әлібеков деген боксшымыз болған. 88 ба 87 жылғы жігіт, қателеспесем. Сол бала өзінің лайықты марапатын, өзінің лайықты нәтижесін ала алмай кетті деп ойлаймын. Одан кейін жастар арасында Азия чемпионы, қарулы күштер арасында әлем чемпионы Асқар Абдуллаев деген бауырымыз бар Шымкентте. Қазір жаттықтырушы жүр. Ол жігітте кішкене істесе ары қарап бір дұрыстау нәтижелер беретін бе деп ойлаймын. Одан кейін ақтөбелік сіздер жақта айтпақшы Қанат Мақатов деген боксшы бар. Қазір жаттықтырушы, өзінің залы бар. Ол кісі жарақат алып, боксты қоюға мәжбүр болды. Немесе сол кісі де мықты боксшы, мықты нәтиже берер ме еді. Одан кейін негізі ондай боксшылар в основном бір салмақта көп мықты боксшылар кездесіп қалады да. Содан іріктеліп шығып қалады. Содан шыға алмай қалады. Мысалы Асылқұловты қараңызшы, қанша уақыт жүріп ашылды қазір. Сөйтіп тұрған балдарды жіберу керек сияқты, жаңа 65-ке, 80-ге біздің ұлттық құрамаға, сондай екінші, үшінші нөмірлерде балдарды жіберіп көру керек сияқты. Асылқұлов өзі 50-сіз жүретін бала өзі, бірақ әлі тоқтамай келе жатыр ғой. Ол енді тоқтату қиын шығар. Өзі 3-4 жыл жете алмай жетті да, қазір рахаттанып істеп жатыр да, ол от души. Содан нәтиже беріп жатыр. Жаңа 80-де де Диас Молжігітов бар, 65-ке Серік Абзал енді келіп жатса соны қойып көретін шығар. 80-ге де Диас Молжігітов деген мықты боксшымыз бар. Білем. Енді біздің Санжар Бекәлиев енді келе жатыр, Құдай қаласа. Бектас Азамат деген тоже жақсы талантты боксшы бар, Қызылордалық 80 кг салмақта. Оларды да қойып көру керек сияқты. Түсінікті. Сейітқали мырза, көп рахмет. Қазақ бокс туралы жақсы әңгіме айттық деп ойлаймын. Ешкім ренжімейді деп ойлаймын, өйткені әркімнің өз пікірін білдіруге құқығы бар. Бокс ол қазақтың бірінші нөмірлі спорт болғандықтан кейін боксқа бәріміздің таласымыз бар. Боксшылар ренжісе де, бапкерлер ренжісе де, ол бокс талқыланады, үнемі эфирде жүреді. Үнемі әуре болма десеңші. Өйткені өзі сондай планка қойып қойған ғой біздің алдыңғы аға буын боксшыларымыз. Сондықтан боксшылардың ел назарында жүруі ол қалыпты нәрсе. Боксшыларымыз жеңе берсін. Енді алда Азия ойындары, сәттілік тілейміз командаға. Сізге де жұмысыңызға, шымкенттік боксшыларға жеңіс тілейміз. Рахмет. Шақырғаныңызға рахмет.